Саламатсыздар ма? Құдайберген Жұбанов университетінің физика-математика факультетінің компьютерлік инженерия мамандығының 4-ші курс студенттері Жайбосынов Алижан мен Ғазизов Исламбектің орындаған дипломдық жобасы. Біздің дипломдық жобаның тақырыбы талапкерлер үшін AI кеңесшісін біріктіру арқылы университет порталын жобалау және жүзеге асыру. Біздің порталдың қолданушылары 3 рөлге бөлінеді: әкімшілік, амбассадор және талапкер. Әкімшіліктің рөлі өте маңызды. Көріп отырғандарыңыздай, әкімшілік университет туралы мәліметтерді көріп, қосып, ескірсе өзгертіп, және қажет болса өшіре алады. Соның ішінде университет, факультеттер, мамандықтармен жеке-жеке жұмыс жасай алады. Одан бөлек әкімшілік гранттар туралы статистиканы, түсуге қажет құжаттар мен мерзімдер, дедлайн туралы ақпараттарды, жауапты адамдардың байланыс түрі мен оқу құны туралы мәліметтерді және жатақхана мен әскери кафедра туралы ақпараттарды енгізе алады. Сонымен қатар Telegram бот модулін қосып, өзгертіп және сөндіру құқығына да ие. Осы жерде мәліметтер базасы қалай толтырылатынын нақтырақ көрсетіп, айтып кетуді жөн көріп тұрмыз. Порталда мәліметті жүктеудің 2 түрі бар: файл жүктеу арқылы және қолмен мәтін теру арқылы. Әр енгізілген мәлімет қашан, кім енгізгені туралы және ол мәліметтің бастапқы түрін көруге болады. Файл түрлері PDF, DOC, JPEG, PNG сияқты бола алады. AI автоматты түрде ішінде контентті тауып, түсініп, базаға бөлшектеп енгізе алады. Тағы бір құқығы амбассадорларды көріп, басқара алады және жаңадан амбассадорларды шақырады. Шақыру үшін қажет адамның почтасын жазады. Шақырту сол почтаға жіберіледі. Талапкерлердің мүмкіндіктерімен танысуды Telegram модулінен бастағымыз келеді. Ол чат-бот түрінде құрылған. Талапкер өзін қызықтыратын сұрағына 3 тілді араластырып қойса болады. Чат-бот сұрақтардың мағынасын түсініп, білімдер базасынан тауып, қарапайым сөйлеу стилінде жауап бере алады. Жауап беру процесі 2-5 секунд ішінде жүреді. Telegram бетінде сайт түрінде көрсету деген батырмаға басып, сайттың интерфейсімен жұмыс жасауға да болады. Telegram осы бетте ең алдымен білімдер бағдарламаларымен көре алады. Түсінбеген ақпарат болса, AI-дан сұрау батырмасын арқылы чат-боттан тікелей сұрауына болады. Келесі мүмкіндік кәсіби бағдарлау тестінен өтуіне болады. Бұл талапкердің жеке тұлғалық кәсіби бейімділігін айқындауға арналған 15 минуттық тест. Оның негізінде әлем бойынша ғылыми танылған RIASEC әдісі жатыр. Тестіміз 36 сұрақтан тұрады. Талапкер бәріне жауап бергеннен соң кәсіби бейімділігін, оның артықшылығы мен кемшіліктерін айтып береді. Дәл сол бейімділік бойынша талапкер чат-боттан біздің университетімізде бар білім бағдарламасын сұрап, қажет ақпарат біле алады. Бүгінгі дипломдық жобамыз осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.